Адам баласының өмірі күрес пен сынаққа толы жол. Осы жолда талай қиындық кездеседі, талай таңдау жасалады. Бірақ соның ішінде адамды ең көп сүріндіретін де, ең ауыр қателікке жетелейтін де өз нәпсісі мен сабырсыздығы. Қазақтың талай данасы осыны ерте түсінген. Адамды ажал алмайды, ашу алады деген қария сөзі бекер айтылмаған. Баяғыда ауылдың бір ақсақал айтушы еді: балам, өмірде дұшпан іздеме. Нағыз дұшпаның өзіңнің ішінде. Нәпсіңді жеңе алмасаң, өзіңе жаусың деп. Бұл сөздің мәнін жас кезде түсіну қиын. Бірақ өмір өтеді, сынақ көбейеді, сонда барып ұғасың. Шын мәнінде адамның түбіне өз ашуы, өз қырсықтығы, өз менмендігі жетеді. Біздің ата-бабаларымыздың өмірінде талай қиын кезеңдер болған. Соғыстар, жод, ашаршылық. Бірақ солардың бәрінен елді аман алып шыққан сабыр, парасат және кең пейілділік еді. Ал сабырсыз, нәпсісіне ерген, ашуға бой алдырған адам өзіне де, өзгеге де зиян келтірген. Сондықтан дана қазақ: ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп өсиет қалдырған. Қариялар айтады, адамның ең үлкен байлығы сабыр. Сабырлының жүзі жарық, ісі берекелі. Ал ашулының жүзі қараңғы, сөзі у, ісі зиян. Мұндай сөздер бекер айтылмаған. Өйткені өмірдің өзінде талай мысал бар. Бір сәттік ашу қанша отбасын шайқалтып, қанша тағдырды бұзғанын көріп жүрміз. Кейде адамның түбіне жететін тағы бір нәрсе асыққанымен ойланбай шешім қабылдауы. Асыққан шайтанның ісі дегенді қазақ неге айтты дейсің? Өйткені асығыстықта ақыл тұрмайды. Ақылсыз істің артында өкініш жүреді. Қариялар айтатын тағы бір сөз бар: 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Бұл тек іс жөніндегі кеңес емес, бұл өмірдің заңдылығы. Ойланбай айтылған сөзде, ойланбай жасалған қадам да адамның түбіне жетеді. Нәпсіге ерген адам өз жолынан адасады. Ол өзін жеңе алмағандықтан өзгеге өкпе артады. Қариялар айтып отыратын: балам, адам өзін жеңе алса, дүниенің бәрін жеңеді. Ал өзін жеңе алмаса, бәрінен жеңіледі деп. Шынында да, нәпсі деген көрінбейтін жау. Ол сырттан емес, іштен ұрады. Адамның ойын былғайды, көңілін қарайтады, мейірімділігін өлтіреді. Ата-бабамыздың өсиетінде ашу бар жерде ақыл тұрмайды, нәпсі бар жерде иман тұрмайды деген сөз бар. Бұл ғасырлар бойғы тәжірибеден туған шындық. Өйткені адам рухани әлсіресе, оның өмірі де күйрей бастайды. Ал сабырлы, шүкіршіл адам тіпті қиындықта да тыныш, жүрегі кең болады. Қарттар айтып отыратын тағы бір нақыл: өмірдің ең үлкен мектебі уақыт. Уақыт сабырсызды сабырға, менменді кішіпейілділікке үйретеді. Бірақ уақыттың сабағын түсінбеген адам бәрібір қателігін қайталайды. Сол себепті шын өмірлік даналық өз нәпсіңді тізгіндеу, сабырды сақтау, әр істі ақылмен өлшеу. Бір қарияның мына сөзі осының түйіні сияқты: балам, адамның түбіне жететін дұшпан емес, дүние емес, тағдыр емес. Өз нәпсісін тізгіндеуді білмеген жүрек. Нәпсісін жеңген адам нағыз жеңімпаз. Сондықтан өмірде ең үлкен жеңіс өзіңді жеңу, өз ашуыңды басу ерлік, өз нәпсіңді тоқтату даналық. Ата-бабаларымыз осындай сабыр мен парасат арқылы өмір сүрді. Сондықтан да олардың сөзі мәңгі. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Адам осыны түсінсе, өмірінде, жүрегінде дұрыс бағытта ұстай алады. Себебі шындық мынада: бұл өмірде адамның түбіне жететін өз нәпсісі, ал одан құтқаратын жалғыз күш ақыл мен сабыр. Ашу үстінде шешім қабылдама. Ашу басылған соң бәрі басқаша көрінеді. Нәпсіңді жеңе алсаң, дүниені жеңесің. Асыққан істен қайыр кетеді, сабыр еткен іс берекелі болады. Адамды жау емес, өз мінезі құлатады. Сабыр жеңістің кілті, ашу жеңілістің басы.
бір сәттік эмоция үшін өмірлік өкінішке барма. Өзіңді тоқтата алған адам нағыз ер. Көңіліңді ашу емес, ақыл билесін. Өмірде бәрі уақытша, сондықтан ашуға емес, түсінуге тырыс. Жауап бермей қалу кейде ең дана жауап. Нәпсіге ерген жан ешқашан шүкір ете алмайды. Кешіре алу рухтың күші. Өзіңнің әлсіздігіңді мойындау даналықтың бастауы. Сабырсыз адам бақыт таба алмайды. Көп сөйлеген емес, ойлап сөйлеген ұтады. Өз ашуыңды басу, өзгеден кек алудан биік. Өмірде тыныштық іздесең, өз ішіңнен ізде. Нәпсі сені билесе, сен құлсың, сен оны билесең, ерсің. Қиындық келгенде сабыр қылу иманның белгісі. Адамның нағыз сұлулығы мінезінде. Ашу кезінде айтылған сөз жүрекке жара салады. Кешіккен өкініштен гөрі тоқтаған ақыл артық. Сабыр еткен адам ешқашан ұтылмайды. Өзгелерді емес, өзіңді тәрбиелеуге тырыс. Нәпсіңе ерсең, ұятқа қаласың. Сабырға ерсең, сыйға бөленесің. Адамның нағыз күші өзін ұстай алуында. Жақсылықты ашумен емес, мейіріммен жаса. Өзгелерге өкпелегенше өз жүрегіңді тазарт. Адам баласы ең алдымен өз-өзімен тату болуы керек. Нәпсіні жеңу өмір бойғы күрес, бірақ ең қасиетті жеңіс сол күрестің өзінде. Кішіпейіл болған адам ешқашан құламайды, өйткені оның жүрегінде тәкаппарлықтың жүгі жоқ. Өмір сені сынағанда қарсы шықпа, түсінуге тырыс, сонда сабыр өз-өзінен келеді. Өз қатеңді мойындау әлсіздік емес, рухтың тазалығы. Тыныштықты іздесең, сөз емес, үнсіздік сөйлесін. Адамды ақыл емес, мінез ұстайды. Өткенге өкпелеп, болашаққа үмітсіз қарау, рухтың шаршағаны. Өмірдің ауырын жеңілдететін ренішті кешіру, ашуды ұмыту. Кім өз ойына ие болса, сол өмірінде басқара алады. Түзелгісі келген адам, жартылай түзелген адам. Жүрегінде тыныштық бар адамды еш дауыл шайқалта алмайды. Нәпсіңе ерсең, көлеңкеңнің соңынан жүгіргенмен тең, ешқашан қуып жете алмайсың. Ашу ақылды тұншықтырады, сабыр оны қайта тірілтеді. Жүрек тыныш болса, дүние дауылы да жай естіледі. Өзін жеңбеген адам ешқашан өмірді жеңе алмайды. Бір сәттік ашу жылдар бойғы өкініштің бастауы. Нәпсісін тыйған адам тозақтың есігін жапқан адам. Ақылды адам айқайламайды, ақиқатты іспен көрсетеді. Өзіне өкпелеген жан ғана өзгеден өкпе күтеді. Сабырсыздың тілінде от, ал сабырлының жүрегінде нұр. Менмен адам биік көрінеді, бірақ рухы ең әлсіз. Асығыс шешім өкінудің басы, ойланып шешім өмірдің бағы. Кешіре білген адам өз жүрегін тазартады. Тыныш адам, терең адам, шуылдаған судың түбі таяз. Нәпсіңді бағындырсаң, өміріңе береке қонады. Ашу жүректің уы, оны сабыр ғана емдейді. Төзім даналықтың табалдырығы. Кішіпейіл адам биікті іздемейді, бірақ биікте тұрады. Өз қатесін көре алған жан, өз жолын таба алған жан. Жалған намыс талай жанды ақиқаттан алыстатты. Сабыр тағдырдың ауыр жүгін жеңілдететін ең мықты күш. Өмірдің ең ауыр жүгін өз мінезіңді түзетумен көтересің. Ашу үстінде айтқан сөзің ертең өзіңді жаралайды. Нәпсіге жеңіл жол ұнайды, ал ақыл ауыр жолды таңдайды. Айырмашылығы да сонда. Жүрегің таза болса, дұшпан да саған зиян қыла алмайды. Тәкаппарлық өзің салған орға өзің құлау. Сабырдың сыйы бірден келмейді, бірақ келген соң өміріңді түзетеді. Нәпсісін билеген адам тағдырын билейді. Кешіре білу өзіңе тыныштық сыйлау деген сөз.
Өмірдің ең үлкен жеңісі өз ашуыңды жеңу. Адамды сынайтын уақыт емес, оның өз әрекеті. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.